Былай қарап тұрсаңыз, қай халықты алып қарасаңыз да, сол ұлттың болмысымен, мінезімен біте қайнасып кеткен тұлғалары болады. Ел руханиятының биігінде жарқырап тұрған сол адамдардың сол жетістікке үлкен жанкешті еңбекпенен, отанына деген шын жүрегінен сүйіспеншілігімен жететіні бәрімізге мәлім. Сол сияқты қазақ халқының да өзінің жанына жалау ететін өр тұлғалары жетерлік. Қазір сіздер мына бір әуенге құлақ түріңіздерші. Бұл қандай ән? Дұрыс айтасыздар. Бұл ән сол өр кесек тұлғалардың бірі Мұзафар Әлімбаевтың әні. Қазір бұларды кез келген халықтың жүрегінен, кез келген қазақтың жүрегінен орын тауып, әлі күнге дейін жиі шырқалуда. Өздеріңіз білетін Мұзафар Әлімбаев Павлодар облысы Маралдым ауданында дүниеге келген. Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың иегері, аудармашы Мұзафар Әлімбаевқа арналған бүгінгі конференцияға қош келдіңіздер. Енді осы ұлы тұлғаның ғибратты ғұмырының тереңіне бойлап, өздерінше зерттеп зерделеген, біздің бір мақсат, бір мүддемен қауымдасқан зияткерлік қауымдастықтың қазіргі зияткерлік алаңына келіп отырсыздар. Идея арқылы өмірді өзгертуге болады. Өмірді өзгерту арқылы әлемді өзгертуге болады. Ендігі сөз кезегін сол елін, әлемді өзгертісі келетін оқушыларымызға берелік. Қайдағы конференция қонақтары, ұстаздар және оқушылар. Мен 10-шы сынып оқушысы Нұрлан қызы Балнар. Менің бүгінгі талқылайтын тақырыбым Мұзафар балалар жанының өшпес жарығы. Мұзафар Әлімбаев қазіргі балалар әдебиетінің ата буынына қосылған көрнекті қайраткері, тәлімгері. Ақынға 1984 жылы аспандағы әпке атты балалар жыр жинағы үшін Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығы берілген. Мұзафар Әлімбаев балалар әдебиетінің қалыптасып дамуына өзінің әр жастағы баланың ой-өрісіне сай лайықталған, мұраты асыл, тілі шырайлы, қызық оқиғалы, күлдіргі әлі тапқырлығы жанынан баланың нәзік сырына жетік білгірлігін танытады. Өлеңдерін оқып, тілі шыққан бүлдіршіндеріміз қазақ халқының бойындағы асыл қасиеттерін және де қазақ сөздерінің ғажайып нәрін Мұзафар ағамыздан үйреніп келеді. Ақын 5 жасында әріпті әліптеп біліп кітап оқи бастайды. Ауыл кітапханасының 6-шы сыныпта бір қыста 150 кітабын тауысады. Батырлар жырына бауырсақтан бастап, батырлар жырымен жалғастырып, Пушкиннің 4 томдығын тауысады. Өлең жазуды мектеп қабырғасында бастап, 16 жасында анасына арнап жазған әні мерзімді баспасөзде жарияланады. Бұл үлкен өнер жолына деген алғашқы баспалдағы еді. Және де ақынның қай өлеңін алып қарасақ та өзіміз куә болып жүрген көріністер арқау болғанын байқаймыз. Мысалы, аспан кемесінде жұмыс істейтін мамандық иесі туралы аспандағы әпке атты өлеңіне Аттас кітабы әдебиет саласындағы мемлекеттік сыйлықты алған. Ақынның Жалқау деген өлеңіне мысал алатын болсам, жалқау бір бет жасынан, жылжып бұлттың қасынан, түсіп қалды қырсығып, тоқтасын деп машинан деген өлең жолдарында ақын көпшіліктен бөлінбей, әрқашанда бірігіп жүруді, әрқашанда қайырымды болып, ешкімге қастандық ойламауды үйреткенін байқаймыз. Ақынның жастық шақ есею жылдары, толысы кезеңдерде кілең бір өнегелі ортада, білікті үлкенділердің қасында, таланттылардың жанында өткен. Анасын балалық шағын ол былай есіне алады. Әке мектепте оқыған, Уфадағы медресе Ғалияны бітірген, дәдеше мектепте дәріс берген. Әкесіз өткізген жылдарда тапшылық тіпті жоқшылық тауқыметін талай татсақ та, асыл ананың арқасында жетімдік көрмейтін деймін. Қайран ананың жүрек жалыны тірі қалған 2 баласын әпершегі көзі жоқтадан қыстадан мол жетіпті. Алғаш рет Бұқар Жырау, Көтеш, Абай, Сұлтан Махмұд, Иса, Естай, Дөнентаев аттарында жырларында апамнан естіді. Қаншама ертегі қисаны апам жатқа айтушы еді. Өзі де жанынан жырлар шығарушы еді. Ақынның алғашқы
ұрығына аппақ нұр, асылнар беретін ана әлдие, ана жыры, ана әңгімесі шығар. Қаламгердің қайсысы болса да, анасының ақ сүті үшінде, рухани рух бергені үшінде жүрегінен алғысып, еске алатыны осыдан-ау деп есіне алады Мұзафар атамыз. Осында Мұзафар Әлімбаевтың еңбектеріндегі ұлттық психология мен ұлттық педагогика мәселелерін терең зерттесе деген ойға келді. Келесі сөз кезегімді сыныптасыма беремін. Мұзафар Әлімбаевтың аңыз ертегілері көп кездеседі. Қарағай неге ұзын, жыңғыл неге жатаған, тобылғы неге қысыл болған, көкек неге көкек дейді, тауыс неге қызыл жасыл, қарға неге қара, Алатаудың бауырайында, тағы да басқа көптеген ертегілері кім-кімді де жалықтырмайды деп ойлаймын. Мұзафар Әлімбаевтың көптеген шығармаларында балаларға арнап жазған өлеңдерінде тәрбиелік мағынасы бар өлеңдері көп деп кездеседі. Атап айтсақ, суайт сауысқан, қырғаяқ, әппақ пен сәтпақ, таңғыл мысық тағдысы сияқты өлеңдері балаларға жақын болады. Мұзафар Әлімбаевтың жел деген өлеңінде жел деген не? Айт деп інім жалынды, желде ауа кәдімгі, айтқаныма наны ғой, жел дегеннің тек бірақ ойға қырға шапқылап, байыз таппас ауа ғой деп. Мұзафар атамыз жел сияқты тұрақсыз әрі берекетсіз болмау жағын тапқырлықпен айтып суреттеп берген болатын. Ақынның тағы да бір өнері өлеңге ән жазу болатын. 1949 жылдан бастап 300-ге жуық өлеңі ән әуенге айналған болатын. Мысалы, менің атам майдангер, мұғалім ол біздің, көктем дала Алматы, біздің балабақшада жұлдызым тағы басқа өлеңдерін айтып кетуге болады. Көп еңбектеніп ақын өзінің қайдан еңбектену үйренгені жайлы былай айтқан болады. Дымгаз, әке-шешеміз бірге кезекпен үй сыпыртатын, су әкелдіретін, 6-7 жаста мал жайлауды үйрендім, тезек теру, шілік шабу, отын жару, бала шақтағы күнделікті үрдісіміз еді. Ауаны қалай жұтсақ, суды қалай ішсек, бұлар да сондай үйрендікті машық еді. Арба жегу, етік жамау, түйме қадау, кір жууда жатып қалған емеспін. Кейде апамен болысып сиыр сауған күндерімде болған. Осының бәрі өсе келе пайдасы тиді. Әсіресе әдебиетте, солардың барлығы әдебиетте еңбектен ләззат алуға үйретті. Ақынның еңбекқорлығы жайында Ғафу Қайырбеков айтқан болатын. Мұзафар Әлімбаев шынтуайтқа кетсек, нағыз ғылымның адамы. Оның ғылымдық таланты, миының серіктігі, тән таланты, асқан төзімділігі мен мүлде ерінбейтін еңбекқорлығы, уақытының көбін қағаз арасына кітап ішіне өткізуі, бәрі оның ғылымдық адам екенін айтып тұрған емес пе? Шәкірт болсаң шоқандардай озық бол, оқу білім бейнетіне төзіп көр. Ертеңгі істі бүгін ойлап бейінде, бүгін күні ысырма тек кейінге, деп Мұзафар атамыз өз оқырмандарына жолдаған болатын. Қорыта айтқанда Мұзафар Әлімбаев балалар әдебиетінің қатардағы қаламгері ғана емес, ақын, прозашы, аудармашы, сыншы, жинақшы және ұйымдастырушы. Жазушының өлеңдері 38 тілге аударылған. Мақал-мәтелдерді жинау, зерттеу, басқа халықтар мақалдарын қазақ тіліне аударумен де айналысқан. Мақал сөздің мәйегі, 666 мақал-мәтел, өрнек сөз ортақ қазына. Сонымен қатар өзімнің ойымды қорытындылай келсем, біз Мұзафар атамыздың есімін ұмытпай, еңбегін ұмытпай, оның шығармаларын, өлеңдерін оқып, өз көкжиегімізді дамытып, білімімізді арттырамыз деген ойдамыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар, ұстаздар. Менің тақырыбым Мұзафар Әлімбаевтың аудармалары. Жалпы бастайық. Әдебиет әлемі, сұлулық әлемі. Осынау күрделі өнер дүниесінде өзінің ой толғаныстарымен, ақындық дауысымен, аудармашылық шеберлерімен танылған көрнекті ақын Мұзафар Әлімбаев. Сан қырлы талант иесі Мұзафар Әлімбаевтың әлем халықтарының 39 тіліне естай қорлан дастаны 140 тілге аударылған екен. Мұзафар Әлімбаевтың өзінің айтуынша, ол 50-ден астам орыс ақындарының шығармаларын аударған екен. Сонымен қатар Иран, Тәжік, Қырғыз, Венгр ақындарының шығармаларын қазақша сөйлеткен. Ол Павлодар қаласындағы педагогикалық училищеде оқып жүрген кезінде ол Гейне, Лермонтов, Акопян шығармаларын қазақша аудара бастаған.
Мұзафар Әлбаевтың аудармашылық еңбегі мерзімді басылымдарда шағын мақалалар түрінде немесе кітап түрінде шығарылған аудармалары біраз екен. Менің байқағанымдай, мен осы шығармалардың қазақшаға аударуларын түпнұсқалармен салыстыра отырып оқып таныстым, және де қызығушылығым оянды. Ол орыс тілінен қазақшаға тек орыс әдебиеті үлгілерін ғана емес, сонымен қатар Еуропа үздік шығармаларын, араб, парсы мақал мәтелдері мен даналық сөздерін қазақшаға аударған екен. Енді жалпы аудармашылық мұрасына тоқтала кетсем, Мұзафар орыс ақындарынан Пушкин, Лермонтов, Маяковский, Некрасов, Есенин, Жуковский, Михайлов және де тәжік ақыны Сағди, Иран Бостаны, венгр ақыны Шандор Петефи, қырғыз ақыны Тоқтағұл Сатылғанов сияқты шетел ақындарының шығармаларын қазақшаға тәржімалаған. Сондай-ақ Мұзафар Әлбаевтың осы аударма шығармашылығындағы еңбегі зор екенін көріп тұрғанымыздай, ол тәржімалаған өлеңдердің көбісі түпнұсқада да, аудармада да қысқа жолдармен берілгенін көріп тұрмыз. Көп болса 4 шумақтан да тұрады. Сондықтан ол тәржімалаған көптеген шығармалары тілге тартымды әрі түсінікті. Сондықтан оның аудармалары мен ойымша өте сәтті шықты. Енді балаларға арналған шығармаларды аударуына келетін болсақ, бір қызығы Мұзафар Әлбаев аудармалардың көбісі қазақ халқының ұлттық танымына, дәстүріне және де мәдениетіне байланысты болған екен. Мысалы, грузин ақыны Иосиф Нонешвилидің «Қыз қуу», француз ақыны Гийом Аполлинердің «Неке қию», болгар ақыны Георгий Веселиновтың «Бесік жыры» секілді шығармаларында ақын қазақ аналарының әлдейіндей жырлаған. Төсегін жылы жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой деп аударған. Мұзафар Әлбаевтың балаларға арналған аудармалардың көбісі жан-жануарлар, хайуанаттар туралы болған екен. Мысалы, француз ақыны Гийом Аполлинердің тышқан, піл, құрт, дельфин, арыстан, мысық сияқты және де қырғыз ақыны Қайым Тәңірқұловтың «Балапан, шибөрі, зебра» атты шығармалар жатады. Енді қырғыз ақыны Қайым Тәңірқұловтың «Зебра» шығармасын мысал ала кетсек, үзіндісінде былай аударған екен. Айтшы зебра сіздің жерде, Африкада сіздің елде. Ала киім киеме жүр, шай көйлекте сүйеме жүр. Осы көріп тұрғанымыздай аудармашы бала жанын сауатында етіп өлеңді аударған екен. Сонымен қатар ол Африка елі мен ондағы зебра жануар туралы балаға белгілі етіп аударған. Енді орыс классиктердің аудармаларына келсем, көп Мұзафар Әлбаев көбінесе Пушкинді аударған екен. Пушкинді алғаш рет қазақ халқына Абай Құнанбаев танытқан. Сонда Мұзафар Әлбаев Пушкин аударуда Абай Құнанбаевтың 3 тәсілін қолданған. Біріншісі түпнұсқаны дәлме-дәл аудару, екіншісі түпнұсқаның төркініне саймасай балама табу, ал үшіншісі өз мүддесіне, өз арманына, жалпы қазақ топырағына сай бейімдеу. Мұзафар Әлбаев Пушкиннің Стенька Разин туралы жыр, принц Аранскийге жыршы, бұлбұл мен гүл, ұмыттым дос сияқты жырларын, өлеңдерін аударған. Мысалға алатын болсақ, Пушкин 1816 жылы шыққан 18 жолды өлеңін Мұзафар Әлбаев былай аударған екен. Нұсқасын былай. Схали ли вы за рощей глаз ночной, певца любви, певца своей печали, когда в полях час утренний молчали, свирели звук унылый и простой. Схали ли вы? Ал Мұзафар Әлбаевтың аудармасы былай екен. Мұңды зар мен махаббат жошысының, еспен орманнан төнгенін, қыр мүлгіп, қан алдында демалғанда зарлы үнін қоңыраған еспейді. Мұзафар Әлбаевтың сонымен қатар Пушкин мен Лермонтовты аударған екен. Ол оның желкен, бұл жартас, өмір кесесі, өлең, ән, сыбызғы және тағы басқа шығармаларын қазақшаға аударған. Енді тағы да Мұзафар Әлбаевтың аудармашылық шеберлігінің тағы бір қыры ол даналық сөздер. Мұзафар Әлбаев әлем халықтарының
нақыл сөздерін аударып қана қоймай, олар туралы зерттеу жұмыстарын жүргізген. Яғни ол 1967 жылы өрнекті сөз ортақ қазына атты монографиясын шығарды. Кейін 666 мақал мен мәтел және де мақал сөздің бәйегі атты кітаптарын жариялаған. Бүгін мақал мәтелдеріміздің, нақыл сөздеріміздің қатарына көбінесе шет елдерден, әсіресе орыс тілінен қазақ тіліне аударылған нақыл сөздер күннен күнге қосылып жатыр. Мысалға, Мұзафар Әлбаевтың бірнеше аудармаларына назар аударайық. Орысшасы «Лежащему верблюду перекати, поле в рот не вкатится». Аудармасы «Жатқан түйенің аузына ебелек түспес». Сонымен қатар «Волки сыты и овцы целые». Қасқырда тоқ, қойда аман. Что посеешь, то и пожнешь. Не ексен, соны орарсың. Тише воды, ниже травы. Бетеге биік, жустаннан аласа. Из мухи делай слона. Түймедейді түйеде етеді. Көріп тұрғанымыздай, Мұзафар Әлбаев осы нақыл сөздерді аударған кезде олардың үндестігін және бүкіл мазмұнын дәл жеткізген. Сонымен қатар, сондықтан олардың көбі қазақтың өз мақалы ретінде қазақтың тұрмысына еніп кеткен. Осылай, Мұзафар Әлбаев әлемнің 85 халықтар мен ұлыстардың нақыл сөздерін зерттеп 7-8 кітап шығарған. Сол кітаптарында ол араб, парсы, түркмен, татар, орыс, украин, неміс, француз тіліндегі нақыл сөздерді бізге жеткізген. Сонымен қатар, Мұзафар Әлбаев жұмбақтан аударуда өз үлесін қосқан. Мысал келтіре кетсек, татар жұмбақтарынан Мұзафар Әлбаев картоп сөзін көйлекті бауырсақ деп, үстелді 4 келінге 1 шәлі деп аударған екен. Міне байқап отырғанымыздай, бұл аудармашы жұмбақтарда келін, бауырсақ деген ұлттық нақыштағы сөздерді өзге ұлт жұмбақтарынан таба білген. Енді өзге халық ертегілерін қазақ тіліне аударуына келетін болсақ, Мұзафар Әлбаев балаларға арналған ертегілерді аударуда үлкен еңбек жасады. Оның мысалын айта кетсек, өзім оқыған орыс халық ертегісі «Зымыран құс пен Василиса падиша» нұсқасын айта кетсек, «В некотором царстве за 39 земель, в 30 государстве жил-был сильный, могучий царь. У того царя был стрелец молодец, а у стрельца молодца конь богатырский. Раз поехал стрелец на своем богатырском коне в лес поохотиться. Едет он дорогою, едет широкую, и наехал на золотое перо жар птицы. Как огонь перо светится». Мұзафар Әлбаевтың аудармасы болса, бір патшалық елде, қиян алыс жерде алапатта асқан айбынды патша өмір сүріпті. Патшаның мерген өрені болыпты. Мерген өренінің тарлан тұлпары бар екен. Бірде мерген тарлан тұлпарға мініп, аң аулауға барады. Даңғыл жолмен келе жатып, зымыран құстың алтын қауырсын басып кетеді. Қауырсын алудай жалтылдайды. Міне менің байқағаным біріншіден Мұзафар Әлбаев ертегінің басын өте сәтті бастап кеткен. Бір патшалық елде, қиян алыс жерде, алапатта асқан айбынды патша болыпты деп аударады. Екіншіден, ол стрелец молодец сөзін мерген ер немесе мерген азамат деп аудармай, мерген өрен деп өте тиянақты бізге жеткізеді. Сол сияқты богатырский конь деген сөзін батырдың аты емес, тарлан тұлпар деп жеткізіп, қазақ тілінің бай екенін бізге дәлелдеді. Енді қорытындылай кетсек, Мұзафар Әлбаев аса шеберлі аудармашы. Ол шетелдің ақындарына бастап, орыс классиктері мен шығыс жұлдыздарының шығармаларын қазақша бұлбұлдай сайратқан. Сондықтан зерттеу жұмысының нәтижесінде ұсыныс берсем, болашақта егер де мүмкін болса, 3 тілде Мұзафар оқулары атты сайыстарын ұйымдастырып отырса, нұр үстіне нұр болар еді. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар мен
оқушылар, мен 10-шы А сынып оқушысы Әбіш Аяулым. Бүгінгі мен тақырыбым Абай мен Мұзафар өлеңдеріндегі үндестік. Темір Қазақ іспетті бағыт-бағдар көрсетіп тұрған хәкім Абай артына мол мұра қалдырды. Көзбен көріп қолмен ұстағандықтан Абай өз замандағы теріс әрекеттерді әшкерлеп, адамның бойындағы бар қасиеттерді өткір сынаған. Десе де Абай сынай отырып жақсы көргенін, жақсы көре отырып сынағанын ұмытпағанымыз жөн. Енді Абай мен Мұзафар өлеңдеріндегі ортақ ойларды көңіліміздің таразына салып, бірнешеуін алдарыңызға ұсынғалы отырмын. Абай былай дейді: қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға деп толғанса, адам табиғатындағы бар осы қасиеттер ақын Мұзафар Әлімбаевтың өз шумақтарында былайша өрнектейді. Ақиқатты іздеген әуелден дос бізбенен, әділдікті қорғаған бір туғандай болмаған, армандасың қолдаған ағайындай болмаған, жалғандықты жаттаған бір туса да жатмаған дейді. Қосақының осы шумақтарындағы ой қазақтың ежелден бері гуманистік көзқарастарына саяды. Тура биде туған жоқ, туғаны биде иман жоқ деген қазақ мақалы бар. Бұл жерде шыншылдық, әділдік мағынасында. Бұл да адамға тән гуманистік қасиеттер. Еуропада ғылым ретінде, философиялық ағым ретінде қоғамда кеңінен талқыға түскен гуманистік идеяларды қазақ даласында ежелгі билерден бастап 19 ғасырда өмір сүрген Шоқан, Абай сияқты тұлғалар одан әрі жалғастырды. Жалпы бұл идея батыс пен шығыстың ойшылдарының барлығында дерлік бар. Абайды жалпы адамзаттың ақыны деп танысақ, Мұзафар Әлімбаевты басшысы балалар әдебиетінің өкілі ретінде таниды. Алайда ол өз шығармашылығында үлкен философиялық ой толғамдарға көбірек қалам тербеген ақын. Адамзаттың мыңжылдықтардан бері толғанып келе жатқан сұрағына өз ойымен жауап іздеп, эстетикалық, философиялық көзқарастарымен шешімдер айта білген ақын. Абай мен Мұзафар Әлімбаев шығармашылығында да бұл ойлар көрінісін тауып, өлеңдеріне арқау болып отырғанда тағы да бір басқа мысалдар келтіруге болады. Білімдіден шыққан сөз талапшыда болсын кез, нұрын сырын көруге көкірегінде болсын көз деп жырлаған Абай өзгенің бойындағы асыл қасиеттерді көре білу үшін адамның көкірек көзі ашық болуы керектігін баяндайды. Ал Мұзафар болса, өзімізше шетімізден дейміз-ау, туғамызға жарасады қандай қош. Бала десе шала шығар дейміз-ау, демесек те ішімізден ойлаймыз. Жақсылығын ең алдымен көре біл, жамандылығын ең алдымен іздеме, ізгілік қой ең алдымен керегі, өзің ойла, адырасын бізгене. Адамның бойынан ең алдымен жақсы қасиеттерді іздеуге шақырады. Одан бөлек ақын адамның өз-өзіне биік деңгейде сұрақ қоюына шақырады. Ішкі менің асқынған кезде туғамызға жарасады қандай қыз деп ойлауы адамдардың бәріне тән құбылыс. Өзін барша әлемнен асқақ қойып, менмендікке жол берген жанды сәл аялдауға шақырады. Ізгілік қой ең алдымен керегі дейді ақын. Одан өзге қылық пен сезім адамзатқа жат. Сөзімді қорытындылай келе, Абай мен Мұзафар өлеңдер үндесіп, тағылымы мол болғандықтан, Абай оқулары байқауы сияқты мектепшілік, қалалық, облыстық, республикалық, Мұзафар оқулары ұйымдастырылып, жыл сайын ақынның туған күні қарсаңында өткізіп тұрса деген ұсынысым бар. Қайырлы күн, құрметті телевизияға қатысушылар, құрметті ұстаздар, көрермендер. Мен Мұрат Сұлтан Дарынұлы, және бүгінгі талқыға салатын тақырып білім қымбат қазына, қанағат тұтпа азына. Жалпы тақырыпқа келетін болсақ, бұл нақыл сөзді оқыған кезде біздің есімізге бірден түсетін зат ол білім және қазына. Алайда білім қымбат қазына, қанағат тұтпа азына деген сөз ол Мұзафар Әлімбаевтың сөзі екені барлығымызға мәлім. Ал енді сол Мұзафар Әлімбаев туралы кері байланыс ретінде жаңағыдай спикерлер бізге айтып кеткендей, Мұзафар Әлімбаев туралы біз не білеміз?
Мұзафар Әлімбаев көзі тірісінде қандай еңбектер сіңіріп кетті? Осы сұрақтарға жауап берсеңіздер, кері байланысты. Мұзафар Әлімбаев туралы не білеміз? Балалар ақылы, алдырған журналын аттыры. Ана да бала айтып тыңдайтын ақыл. Мақал сөздің маршалы дейміз. Еспай қорған есімізге түседі. Маралды Жақсы, рахмет. Жалпы Мұзафар Әлімбаев осындай бір көптеген нақыл сөздері арқылы бізге танымал болған белгілі. Ал енді Мұзафар Әлімбаев жаңа айтып кеттік, балалар ақыны дедік. Неге ол кісі тек қана балалар ақынын таңдады? Неге қарапайым Абай секілді, неге Мағжан секілді қарапайым ақын болмады? Сонда бір сұрақ туындайды. Неге балалар? Балалар жақсы дейді. Жалпы бұл сұраққа жауап беру үшін мен жаңағы Мұзафар Әлімбаевтың өзінің өлең шумақтарын оқығым келді. Өкінемін ерте өмірдің өткеніне, көре алмай қызығымды кеткеніңе. Өзгелер өз баласын еркелетсе, жетімдік сүйегіме жетпеді. Міне, ол кісі ерте жасынан бастап жетім болған екен, барлығымызға мәлім. Яғни осындай бір жетім болғаннан кейін ол өзге балалар осындай менің өлеңдерім арқылы бақытты болсын деген бір мақсаты болған секілді. Ал енді тақырыпқа келетін болсақ, білім қымбат қазына, қанағат тұтпа азына деп ақынның өзі айтқандай, адам баласы бір жерде ғана тоқтап қалмай, ол қандай да бір жағдайда прогреске, қандай да бір жағдайда ол даму үстінде болып тұру керек. Яғни қазақ қоғамында мынандай бір сөз бар. Адам екі нәрсеге тоймайды. Біреуі дүние іздеген адам, ал екіншісі білім іздеген адам. Ал енді Мұзафар Әлімбаев қай жасынан бастап білім алды? Оған білімге деген құштарлығын кім ашты деген сұрақтарға жауап беру үшін Мұзафар Әлімбаевтың бір естелігін оқығым келді. Менің шешем өмірімнің ең бірінші, ең жақсы, ең ақылды және ең қатал ұстазы болды. Ол көптеген халық жырларын, бесек жырын, тұрмыс, қаһармандық жырларда, даналық ертегілермен қайталамас аңыздарды білетін еді. Ол ұлы Абайдың өлеңдерімен мені ерте таныстырды. Рас, оның терең мәнін мен әлде қайда кейін ұқтым дейді. Яғни Мұзафар Әлімбаевтың білімге деген құштарлығын анасы ашқанын көреміз. Ал енді бұл жерде көбінесе анасы Мұзафар Әлімбаевқа кітап оқуды үйретті, жаңағындай Хәкім Абайдың өлеңдерін жаттап білуді үйретті және тағы да басқалар. Яғни бұл жерде біз біліммен қоса кітапта бірге жүретін көретін. Біз білім мен кітапты ол өте бір-біріне тығыз байланысты құрал ретінде көреміз. Яғни біз кітапты білімсіз немесе кітапсыз білімді, білімсіз кітапты мүлдем елестете алмайтынымыз анық. Қазақ қоғамында біз кішкентай кезімізден бастап жаттап келе жатқан мынандай бір мақал бар. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы. Кітап оқу бүгінгі ұрпақтың өздерінен кейінгі өскелең жасқа қалдырған рухани өсиет ретінде білеміз. Адам баласын сан ғасырлық ақыл ойының жемісі, тарихы мен тағылымның үлкен жемісі. Заман алдыға жылжып, технологиялар қанша дамығанымен, ол тіреліп келгенде кітапқа байланысты болатыны барлығымызға мәлім. Ал енді Мұзафар Әлімбаев сондай бір өзінің өлеңдері, жаңағыдай нақыл сөздерін қазіргі ұрпақта сіздер мен біздер өзіміздің жүрегімізге кіргізіп, сондай бір сөздерді түсініп жатырмыз ба? Осындай бір проблемалық сұрақтар біздің ішкі түйсігімізді күйдіріп жібереді, Ал енді осы проблемалық сұрақтан кейін тағы да бір проблема есімізге түседі, яғни қазіргі қазақ қоғамында неге балалар ақыны аз? Неге дәл Мұзафар Әлімбаев секілді қазіргі таңда балалар ақынын мүлдем жоқтың қасы? Ал енді осы проблемалық сұрақты Мұзафар Әлімбаев өзінің көзі тірісінде бір естелігінде қалдырып кеткен. Ол заманда да балалар ақындар аз еді. Бірақ балалар әдебиетін, соның ішінде балалар поэзиясын көтеру мәселесі күн тәртібіне қойылды да, балалар ақынын көтермелеу, ынталандыру жағы қатаң қолға алынды. Оған төленетін қаламақы ересектерге жазатын ақындарға қарағанда 2-3 есе көп төленетін болды. Міне, осы кезде бүкіл ақындар байсалды тақырыптарын бір шетке ысырып қойды да, жаппай балаларға арнап өлең жаза бастады дейді. Қаламақының көп төленгені соншалық, мен тіпті қалтамдағы бұрқыраған ақшаны санамайтындар. Ал енді Мұзафар Әлімбаев осы бір естелігі арқылы көп нәрсенің жай-жапсарын алып келгенде, яғни мен жаңа сөзімнің басында қазақ қоғамындағы бір нақыл сөзді айтып кеттім.
яғни бір адам екі нәрсеге тоймайды. Ол жаңағы мал мүлікке қызыққан адам және білім іздеген адам дейді. Ал қазіргі уақытта, қазіргі қоғамда сондай бір адамдар көбейіп кетті. Көбінесе өзінің жан дүниесіндегі ақындық өнерін емес, көбінесе қалтасындағы ақшасын көп ойлап кеткен көреміз. Яғни ол ұлттық рухани құндылықтардан қол үзіп қалған жас ұрпақтың өмірді танымы да, қойған мақсаты да, көретін қызығы да басқаша болып кетті. Ол өмірдің қызығына көріп қалуды, іздеп қалуды, жатып қалуды немесе бір жерге барып қалуды ғана және зорлық зомбылықты еркін өмірді насихаттайтын әдебиеттерді көбінесе оқып жатқаны барлығымыз ғана. Ал енді осы проблеманы біз қалай шешеміз? Осындай бір проблемаларды біз әрине қазіргі ұлттық рухани әдебиетімізді дамыту арқылы шеше аламыз. Яғни әдебиет ол руханияттың негізгі қайнар көзі. Негізіне қазақ халқы әдебиетке өте бай халықтардың бірі. Олай болса ұлттық әдебиетке, оның ішінде балалар әдебиетіне қамқорлық көрсетіп, оның дұрыс бағытта дамып, өзінің тәрбиелік мәнін көрсете алсақ, біздің жаңағындай проблемаларымыз шешіліп кететіні барлығымызға мәлім. Қазіргі таңда Қазақстанда қолға алынып жатқан жобалардың бірі, ол жаңағы оқу құштар мектебі, бір кітап, бір отбасы жобалары көңілімізді тойдырады. Ал енді тағы да жаңағы мұзаффартану курстарын ашатын болсақ, жаңағындай мектебіміздің пәндерінің арасынан мұзаффартану курстарын ашатын болсақ, біздің әдебиетіміз одан әрі дами түсетін болады. Сөзімді Міржақып Дулатының сөзімен аяқталып. Оян көзіңді аш, оян қазақ көтер баста. Өткізбей қараңғыда бекер жаста. Жер кетті, дін нашарлап қаларам боп, қарағым енді жату жарамыз. Назарларыңызға рахмет. Кешікті бастап бердік қой дейміз. Кешік бастап кісілер қосықтап кішкене. Осы бір балақты да соны ем болды. Жақсы. Қайырлы құрметті телевизияға қатысушылар және қонақтар, сіздерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Уақыттарыңызды бөліп жатқандарыңызға. Жалпы енді бүгінгі менің қорғайтын тақырыбым, қорғайтын мәселем бұл қазақ балалар әдебиетінің бүгіні мен ертеңі. Енді қысқа нұсқа сіздерге таныстыра кетсем, жалпы қазақ балалар әдебиеті негізі ауыз әдебиетінен басталады. Туғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер демекші. Әрбір қазақтың бүкіл өмір жолы өлеңмен өрнектеліп келеді. Жалпы көзімізді ашқаннан бастап бізде шілдехана, бесік жыры, тұсаукесер, тіл ашар, үйлену тойлар сияқты бізде қазақта салт дәстүрлеріміз бар. Яғни бұл салт дәстүрлердің бізге қандай маңызы бар, қандай маңызы құндылықтары бар. Жалпы бұл салт дәстүрлер бізді адамгершілікке, ізгілікке, еңбекке, бауырмалдылыққа шақырады. Жалпы қазақ ауыз әдебиетінде 19 ғасырда өзінің ерен еңбегін сіңірген ақындарымыз аз емес. Олардың бірі Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Жүсіпбек Аймауытов және де Мұзафар Әлімбаев сынды осындай біздің ақындарымыз өзінің қолжазбалары арқылы еңбектерін сіңірген болады. Жалпы енді негізгі мәселеге көшетін болса, қазақ әдебиетінің бүгіні мен ертеңі. Жалпы бала үшін жаңа әлемнің есігін ашып, ой қиялын дамыту үшін ең бір маңызды, ең бір қажет нәрсе ол әрине кітап. Кітап оқу арқылы жаңағы кітаптың суретіне қарап, оның жаңағы әдемі суреттеріне қарап оқу бір бөлек, оның жан дүниесіне, ішкі дүниесіне кіріп, шын жүрекпен оқу бір бөлек. Біз жалпы ерекше тебіреніспен, шығармашылық еркіндікпен баланың жан дүниесі ене алатындай шығармалар өте көп болу керек. Сол себепті жаңағы біздің бала оқырмандар, жас оқырмандар бізде көбейеді. Қазір егер шынайы көзқараспен қарайтын болсақ, біздің мынау ала-құла қоғамында кітапқа зәрулі. Яғни кез келген кітапханаға барсаңыздар, мынау бір әлем әдебиетінің классиктерінің бір суреттерін көреміз, яғни жасылды, қызылды әдемі кітаптар жетеді. Бірақ олар әлем әдебиетінікі. Неге өзіміздің қазақ әдебиетінің классиктерін осы бір балаларды қызықтыратын кітаптар неге шығармасқа? Мысалы, кішкентай балаларға арналған кітаптар бар да, ал мынау 12-13 жастағы жасөспірімдерімізге арналған бір сонау бір өсетін шақта бір кітаптарымыздың саны аздығы бізді алаңдатады. Ал енді қысқадан нұсқа қорытындылайтын болсақ, ертеңін ойлаған адам рухани азығын дұрыс дайындайды. Жалпы болашақтың қамын ойлау, ол бала қамын ойлау. Бүгінгі болашақтың қамы, ертеңгі ұлттың қамы демекші, барлық ұлттық мәселе ол біздің ортақ мәселеміз. Жалпы бүгінгі сәби, ертеңгі ұлт кадры демекші, бүгінгі біздің алып отқан тақырып бойынша қазақ балалар әдебиетінің бүгіні мен ертеңі сіздер мен біздердің қолымызда. Назарларыңызға рахмет.
Қымбатты қонақтар, бүгін сіздер міне біздің оқушылардың осы Мұзафар Әлімбаев туралы біраз жасаған еңбектерін көріп отырсыздар. Яғни бұл бізге уақыт өте тар. Бұл кісінің еңбектерін зерттеу, оны осындай конференция етіп шығару, ол үшін кішкене ұзақ уақыт керек сияқты. Жаңа өздері де ойларын айтып жатыр ғой, 14-15 жастағы балаларға кітап аз дейді, балалар әдебиеті аз дейді. Сондықтан осындай нәрселерді кішкене ойлайды деп ойлаймын. Талант таңырдың сия, халықтың бағы. Талантты адамның өмірге келуі қаншалық қуаныш болса, оның өмірден өтуі де соншалық ауыр қайғы. Мұзафар Әлімбаев балалар әдебиетінің басына тұрған классик. Кеңес үкіметінің қылышынан қан тамып тұрған кезінде менің Қазақстаным деп аталатын үлкен поэма жазып рухты асқақтатты. Айбарлардың өзі өлсе де артында өшпес үлкен мұра қалды. Енді осы Мұзафар ағамызды шығарып салу сәтінде, яғни Арман Қалидың Мұзағармен қоштасу деген өлеңмен бүгінгі конференциямызды түйіндесек, Айым сізге сөйлейік. Арман Қалиев Мұзағармен қоштасу. Ұстаз еді, баулыған өнерге еді. Жаңбырынан жас өркен кенелгенді. Желе жортып жыраққа кеткен кие, қайта айналып ертіске келер ме енді? Ақындар көп, биікке барам деген, ол қызартта біздерге қалар белең. Мұзағамды аңсаумен сыңсыйдәлі, маралды көл, маралды ән, маралды өлең. 94 жыл ел жұртын аралап кеп, ол тоқтады, осыған қанағат деп. Сонсын жүген ноқтаны төрнелді, жырпырағым қазаққа аманат деп. Желге ұрынып сарыла жапырағым, жүрегімді жұлмалап жатырағым. Келіп тұрмын кеңсайға, маралдының түйіп алып бір уыс топырағын. Біз пендеміз, ол рух боп алыстады. Біз жердеміз, нұр енді ол ғарыштағы. Кеңсайда осы, келгенше ақыр заман, аманат боп қалсыншы абыз дәні. Шарайна Алисаттың кішкене кері байланыс жасап берсек, бүгінгі конференциядан біздің түйгеніміз не, яғни алып жеріңіздер, бір ауыз. Мұзафар Әлімбаев балалар оқи отырғызып, ол туралы ұсыныс айтқан пікірлермен олардың сондай өлең жырларды аңсайтқан. Жақсы. Мен не ұқтым, қазіргі жастар қазақ әдебиетінен махрұм емес екен, қазіргі жастар қазақ, оның ішінде балалар әдебиетіне әуес екен. Мұзафар Әлімбаевтың берері мол, және бұл балалар да ертең осы ағамыз сияқты әдебиетке де өз үлестерін қосады деген үмітпен қарап отырмын. Жақсы, рахмет.